Ел аузындағы сүр бойдақтар. Үйленбегендер кім бар? Бізде қалмапты ғой бойдақтар, кім бар? Ол кісілерге кішкене үйлену керек, уақыт келіп қалды. Аруларға бойкот жариялаған жігіт. Девчонки, хватит участвовать в конкурсе красоты, бежать за красотой, эти фейк-ресницы, фейк-номера. Дұрыс емес деп ойлаймын. Ануар ағамыздың бұл қылығын оларға мысалы өмір үйретіп, ақыл үйретіп дегенде сен ешбір құқық жоқ деп ойлаймын. Шар іздеп жүрген жұлдыздар. Бастысы сол, қазақша сөйлеу керек, тілді құрметтеу керек. Әлі бойдақпын, әлі балаларым жоқ. Несі жақсы? Қайтесің сонда? Все нормально. Жұлдызды бойдақтар негізі менің ойымша 30-ға дейін үйлену керек деп ойлаймын. Үйленбегендер кім бар? Алишер Каримов. Менің ойымша бізде бәрі үйленіп кеткен сияқты жұлдыз бойдақтар көбісі. Нұрлан Әлімжан. Бізде кім бар екен бойдақтардан? Ринго тобында біраз жігіттер үйленбеген. Мен сүйікті тобым 91. Орда тобында бір-екі бойдақтар бар деп ойлаймын. Иә. Ол кісілерге кішкене үйлену керек, уақыт келіп қалды. Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді. Себебі шексіздік есептелмейді. Талантты, талғампаз, талай қыздың ұйқысын ұрлаған жұлдызды бойдақтар бұл. Ел мақтап, қыз жақтағандар жайлы айтамыз бүгін. Олардың қиялындағы қыз қандай? Болашақ жарына қандай талап қояды? Ең бастысы, қашан үйленеді? Әсіресе арулар қауымын мазалаған бұл сұрақтарға өзге емес, өздері жауап берсін. Мысалы, мен Құдай қаласа 30-ға келем 2017-те. Әлі бойдақпын, әлі балаларым жоқ. Несі жақсы? Өмір бойы осылай секіріп жүріп дегендей бізде мүмкіншілік жоқ. Сондықтан бір күні мүмкін сахнадан кеткеннен кейін менде не болады, не қалады? Әрине менің жанұям. Сондықтан мен ойластырып жүрмін, әзірше басым бос, әзірше бір нақты мысалға болашақ жарымда тауып алдым деп айта алмаймын. Я каждый день пытаюсь продумывать различные семейные сцены, различные сложные ситуации, как я буду из них выходить, как я их буду решать. Я сейчас в процессе подготовки. Заман енді соншалық дамыған, татуаждың болмаса мейкаптың өзі өте адамды өзгертуі мүмкін. Қарап жатсаң, енді танымас та өзгертіп ұстайды. Сондықтан кейде қатты боялған қыздарын қорқасын. Мен өзім асауындай қыздармен танысып, болмаса енді сөз байланыстырмауға тырысамын. Тәуекел жасанды кірпіктер мен силикондарға құмар қыздардан қорқып, қашып жүрсе, атақты бойдақ Ануар Нұрпейісов оларға тікелей эфирде соғыс жариялағанын қайтерсіз? Абай жолы. Хорошо, все ясно. Девчонки, хватит участвовать в конкурсе красоты, бежать за красотой, эти фейк-ресницы, фейк-номера. Стремитесь за знаниями, соревнуйтесь в знаниях, в добрых делах. Что за... Стране не нужны. Стране не нужны ваши силиконовые губы, ваши ресницы, фейк. Ащы болса да көп шындықты дөп басып айтты. Ануар негізі жалпы сұлулық қандай болатынын өзі түсінбей қалып, шатастырып жатқан бір уақыт келді ғой, негізі жасыратын жоқ. Ануар бар болған соң дөп басып айтты. Әдемілікке тартылу деген тренд бізде көбейіп бара жатыр. Өйткені барлық теледидар болсын, бұқаралық ақпарат құралдары, интернет, жарнама болсын, олардың насихаттауы әдемі болу және бай болу болды. Ал әдемілік пен байлықтың арасындағы қаншама құндылықтар бар. Оларды ескермей жатырмыз өкінішке орай соңғы кезде. Дүйім жұрттың алдында жасанды сұлулыққа қасқая қарсы тұрған Ануардың бұл ерлігін соңынан ерген інілері түсінеді әрине, бірақ аса қолдамайды. Баяғыда Сталиннің өзі де біреулерге сабақ болсын деп екінші біреулерді жазалап жатты ғой. Дәл сондай болмағанмен, сондай принциппен жасаған болар деп ойлаймын. Басқа қыздар үлгі алсын, осындай жағдайға түсіп қалмасын дегенде ойлаймын. Дәл сол аруды мен таңдадым. Астаналық ару ол. Мисс Астана. Мен Қазылар алқасының
қатарында болдым. Мен білемін сол қызды мысалға. Оны мысалға ақылсыз немесе бір кітап оқымайды деп айта алмаймын. Бұл сұлулық байқауы дегенмен де бұның басты қағидасы бұл енді әрине ол сұлу қызды таңдау. Сондықтан енді ол соншама бір интеллектуалдық жағынан таңдайтындай деп мен ойламаймын. Өз басым ең алдымен қыздарға өйтіп айтпас едім тікелей эфирде. Өйткені менің ойымша шын жүректен жаны ашығанда, мысалы досым тікелей эфирде мені өйтіп келемеш деп айтып қалмас еді. Біз өзімізді әрқашанда сахнаға шыққаннан кейін қатты қобалжимыз, ойлаймыз. Сол сөз табылмағаннан кейін дәл сондай сөз айтқанның өзі мен үшін енді дұрыс емес сияқты. Жұлдыздардың қобалжитыны рас. Ануар да камераның алдында қобалжиды. Әрбір отбасында кітап оқу және біздің әлеуметімізде осы сауалды және біздің әлеуметіміз 30-дан асса да отбасын құруға асықпайтын Ануардың талабына татитын қыз бар мекен бұл жалғанда. Жалпы айтқанда адам үш бағытта әрқашан дамуы керек. Бірінші ол интеллект, өзінің тіл байлығын, кітап оқып, білім жинап, яғни интеллектуалдық бағытта. Екіншісі рухани бағытта, және үшіншісі денсаулық, яғни физикалық бағытта даму керек. Осындай бағыттарды дамыған қыз мен үшін осындай шарттар менің болашақ жарыма қоюшы едім. Уж қалай, как сказать, уж мінез құлқы. Енді жалпы деген кішкене сар бойдақ болып кішкене жігіт жүріп қалса, оның өзінің бір мінез құлқы пайда болады. Сосын ана қызым мына жері ұнамайды, мына қызым мына жері ұнамайды, қатты таңдайтын болып кетеді. Әрі қарай көретіндеріңіз. Қызым жоқ әлі, сүйіктім бар. Әрине ер адамға ол жақсы, мен бойдақ, мынау қыздар көп, әлі жүре тұрайын қыдырып. Мен жалпы ерте үйленуге жігіттердің қарсымын, өзім балама да айтамын. 27-29-ға дейін үйлену деген әңгімені айтпа балам. Мен үшін бойдақ болу енді ешқандай пайдасы жоқ деп айта аламын. Екі жігіт қасымда жүргеннен кейін осы екі жігітке жақсы қыздардың жолыққанын тілеймін. Қазақ эстрадасындағы сүрбойдақтардың бірі Әлішер Кәрімов. 5 жасынан бастап үлкен сахнаға қадам басқандықтан мадақ марапаттары да жетіп артылатын бұл жігіт жеке өміріне келгенде шумған аузын ашпайды. Артист, я думаю, он прежде всего должен давать свое творчество. Әрі қарай жеке өмірі это уже личная жизнь артиста, в которой он либо впускает кого-то, либо не впускает. Сондықтан жеке өмірімде бәрі жақсы. Ой, опять это говорю. Каждый раз одно и то же. Мен ойлаймын, ертерек үйленген дұрыс. Себебі ерте балалар ер жетеді, ерте қызын көреді, ерте келін түсіреді, қыз ұзатады, немерелі, шөберелі ерте болады, сондықтан ертерек үйленуге тырысыңдар. Ең болмағанда қызың бар ма? Соны айтсаңшы, Әлішер. Қызым жоқ әлі, сүйіктім бар. Қызым Құдай қаласа болады деп ойлаймын. Но это уже моя личная жизнь. Жеке өмір. Әлішердің ізін басып келе жатқан Кентал бойдақ болғанға не жетсін дейді. Қыздар көп. Сол жағынан енді тамаша керемет дегім келеді. Бірақ енді оның бәрімен енді қолданбаймыз ғой. Бірақ бірер минуттан соң бойдақтық туралы тіпті басқа әңгіме айтты ол. Бәрін уақытысында істеу керек. Үйленетін болсаң уақытысында 18-де
19-да ма үйленгеле ма үйлен. Ол дұрыс болады. Мысалы, мен Құдай қаласа 30-ға келем 2017-те. Әлі бойдақпын, әлі балаларым жоқ. Несі жақсы? Я отдала всю себя, любимая. Я больше теперь не твоя. Прости меня. Ты все разрушил сам. Теперь уйди ко мне, больше не приходи. Мен өз жағында ондай күтудемін деп айта алмаймын. Келет өзі. Мен келем ба, ол келе ма, көреміз. Әзірге таппадыңыз? Әзірге тапқан жоқпын. Болашақ жарын таппаса да, осы жылы үйленгісі келеді екен Кентал. Осы жылы мен жанұя құратын сияқтымын. Және болашақ отбасылық өмірі жайлы бейнебаян да түсіріп қойды. Тек сені сүйемін. Бұйырса үйленем деп жүреді да, 30-ға қалай келіп қалған білмейді. Үйленем деп жүреді да, 40-ға қалай келіп қалған білмейді. Менің бір енді сондай бар достарымыз. Талантым болмаса да, көрікті болмысым бар деп жиі айтатын Тәуекел, расымен ақ жұлдызды бойдақтар тізімінде көш бастап тұр. Талай қыздың арманына айналған келісті жігіт, жеке өмірі жайлы күн-түн демей әңгіме айтуға дайын. Бір емес екі рет болды, үйленейін дегендей ғашық болған кездерім қатты. Бұйырмады, үйленуді, ағарай кездесуді, сонымен айырылысуға тура келді. Есімдерін атамай қойын ол қыздардың. Біріншісі бұл жоғары оқу орнында, студент кезінде. Шыны керек, қатты жақсы көрдім. Өзім қатты ұнатқан қыз болды. Өте қарапайым, ұялша өзі, сондай. Сыртқа шығып, болмаса бізге қыдыру деген сияқты білмейді. Екінші мәрте бұл енді шоу-бизнесте жүрген кезім, жоғары оқу орнында бітірген кезім. Осы жұмыс бабымен кездесіп таныстық. Сол бір-бірге деген сезім оянды, көңіліміз толып бір-біріне араласа бастадық. Жандырған жалын қылған, сарғайтқан сағындырған арманым. Басқа мен бақыттысың, бағыңдаш бақыт құсым, махаббатым мені. Нақты не үшін айырылысқанымыз есімде жоқ. Дегенмен де ол қыздың басқа бір өзінің жоспары болды, армандары болды. Жұлдызы шарқыраған жігіттің жүрегін жаралап кете барған қайғы сол. Осы оқиғалардан кейін беті қайтқан Тәуекел 30-ға таяп қалса да жұбын таба алмай қиналып жүр екен. Қазір шыны керек мен өзім байқаймын, өте қиын. Қазір мен біреумен тіл табысы болмаса танысудың өзі мен үшін өте қиын. Үйде ыдыс-аяқ сылдырламай үй болмайды демекші, міндетті түрде ол болады. Бірақ егер махаббат сезімі болса, соның бәрін ұстап қалатын сол дүние. Мүмкін кездесіп қалады. Мен бәрібір үмітсіз шайтан ғана дейді. Сондықтан махаббатқа деген біздің де үмітіміз бар. Алла жазса кездесіп жатса, үйленуім ертең-ақ. Тек сол іздеп жүрміз махаббатты. Сондықтан қыздардың құлағына алтын сырға. Егер Тәуекелдің жүрегін жаулаймын десеңіздер. Әрине ол қыз оқыған, тоқыған болу керек, білімі болу керек, тәрбиесі болу керек. Және де мен қыдырымпаз қыздарды аса ұната бермеймін. Тегіне қарау керек қой, анасына қарау керек. Ақылды болу керек. Былай айтқанда тектілік үлкен рөл ойнайды, мен соны білемін. Кездеспейміз неге біз, созылады жол егіз. Бірімізді біріміз, аңсаумен жалғыз келеміз. Біздің шоу-бизнесте, өнер алаңында бойдақ жігіттер өте көп. Тәуекел деп ойлаймын, керемет жұлдызды бойдақ жігіт. Менің қасымда екі жігіт тұр, міне Мұхтар мен Мұқан тұр. Тамара Асар өнерде соңынан ерген інілеріне қалыңдық іздеп жүр. Сондықтан реті келсе қос жігітке жарнама жасап, өзіне керемет келіндер табудан дәмелі. Бұл ән жазып отырған кезде шыбын да маңдайына қонбау керек. Сондай жігіт, сондықтан қыздар бұл Мұханға келетін жақсы қыздар, олар өте шыдамды, өте байсалды, өзімен өзі болу керек. Ал біздің Мұхтардың жүрегі кең. Ол керісінше көңіліңді тауып тұрады, қалың қалай екенін біліп тұрады. Сондықтан сондай ерке қыздарды Мұхтарға болып қалады деп ойлаймын. Дидарыңнан нұр көремін қараған.
эки жигитке күндө айтам, жакшы кыздарды мурундарыңыздын астынан өткүзүп алмаңыздар деп. Жигитке 25-тен кейін парыз негізі үйлену керек. Негізі 25-ке дейін бойдақ болады. Қазір нешедесіз? Сол 22. Мен 17-темін. Жігіттер болашақ жарларына қоятын талаптарын қандай? Міне қыз деген табар асар сияқты болу керек. Қаншайым осындай сияқты болса, мінезі, адамды құрметтеуі, еркек адамды қандай құрметтегенін біз оны айта алмаймыз, сөзбен жеткізе алмаймыз. Сен жайлы ойлар өртеді, аңсаймын іздеп көшеден, шай ішіп кетсең қайтеді, мен аманасар ұсынған кеседен. Дарағыз, жауланды санамыз, дәсенде өзінің қыз болған анамыз. Ал ағайындылар тобының әншілері анасына ұқсайтын жар іздеп әлек. Өзіміздің бір анамызға ұқсайтын қыз жолықтырған кезде бұйырса үйленсем бе деген ой бар. Енді әлі жолыққан жоқ олар. Үйге бара қалсақ әке-шешеміз деген, ай балам қашан келін әкелеміз, көрші болса, басқа болса мақтанады әйелдермен. Жаңағы кішкентай немерелермен мақтанады, біз қашан мақтанамыз деп барған сайын құлағымызды жейді, шыны керек. Көп жүрмеймін. Осы Экспо 2017 деп отыр бәрі. Сол Экспо 2017-тен қалмай мен де үйленем ба деген ойым бар. Бұйырса. Сүйдеген қиын екен, шешілмейтін түйін екен. Бәрі мәдениетті деген нұсқамызды көреді. Ал сахна сыртында мүмкін ұнамайтын шығар менің мінезім. Әрине, енді сұңғақ бойлы, бойы ұзын, сондай бойжеткендер болса, ол қарсыланыр. Мен бойым кішкентай, мұрным шық, әнжерім ондай деп. Сізді екіншілет үйленейін деп жүрген рас па? Жоқ, не буду отвечать. Ер адамның жүрегіне апарар жол асқазан деген қағида бар ел аузында. Сондықтан қыздар бойдақтардың сүйікті тағамын білгені жөн. Мен өзім сондаймын да. Ұлттық тағамдарымызды жақсы көремін. Көбісі айтады ғой, неге арықтамайсыз, неге қалай? Атым қазақ болса енді бешбармақтың өзі өте анандай майлы тағам, бірақ өте тәтті. Оны жесең тоқтамай жейсің ғой. Дәмді жасалған кез келген тамақты мен ұнатамын. Мен негізі тамақ талғамаймын. Мен былай қарап жатсам жақсы үйрет қойған. Үйдегі мамам, тәтем, ол кісілер тамақты өте дәмді жасайды. Ал келесі кейіпкеріміз болашақ келіншегіме тағам жасауды өзім үйретем дейді. Сенсің тәтті қиялым, сені қалай қиямын, сенсіз қайда сиямын, жаным. Я каждый день делаю себе фреши, пока мне этого достаточно, потому что ем я в городе. Когда будет у меня моя супруга, я ее научу, что я люблю и как нужно готовить здоровую пищу, чтобы долго не стареть и всегда оставаться в хорошем тонусе. Қазақстан шоу-бизнесіндегі жұлдызды бойдақтардың бірі Шоқанның да қыз таңдаудағы өз шарттары бар. В принципе, я никогда не ориентировался на красоту. Красивых девушек, слава богу, в стране у нас много. А вот найти по душе и человека, это действительно сложно. Және сенімді айтылған сөзіне қарап, Шоқанның жүрегіне әмірін жүргізе алатын жанның табылғанын түсіндік. 2016 заключительный, когда я был холостым, оставался. Я переворачиваю эту страницу в 2017 году. Ждите большого тоя, а может быть наоборот небольшого и скрытого, но тем не менее тоя, когда я уже смогу объявить всему Казахстану, всей стране, что я не один, и у меня есть моя избранница. 2017 год станет годом моей семейной жизни.
Бірақ қалай болған күнде де басы бос шоқанның. Басымда, жүрегімде бос дейді. Бізге сырнақтарған тағы бір әйгілі бойдағымыз. Оның үйленетін ойы бар әрине, бірақ қасында сүйген шаны мүлде жоқ. Қазір дәл қазіргі сәтті күнде алсақ, менің қазір ешкім жоқ менімен бірге мысалға. Өйткені соны ойлауға да уақыт жоқ, шынымды айтсам. Әрине ойлап жүремін, бірақ ол ойлағанда не пайда? Ең біріншіден кездесіп, танысып, бір жақындасып дегендей сол мәселе болып тұр ғой. Ойлағанымыз барлығымызда бір жақсы қыз тапсам. Әлі сүрлене қойған жоқ. Небары 25-те, бірақ біраз адам оны өзінің күйеу баласы қылғысы келетіні сөзсіз. Әсіресе осы жыл мен қатты сезіп жүрмін. Бір таныс емес адамдардың өзі тіпті амандасудан бұрын мысалы той қашан деп сұрайды да. Бір жағынан қалжың ретінде қабылдайсыз, бірақ екінші жағынан енді кейбір кездерде енді мазамды алып жүр, шынымды айтсам. Шынымен де отбасы құруға бір жағынан дайынмын деп есептеймін өзімді. Екінші жағынан әрине ылғи да ойланып жүремін. Өйткені шынымен де менің енді шындықты айтқанда анамның мысалға жасы да мысалы 18 емес та. Мысалға екіншіден мен үйдің тұңғышымын, үйдің үлкенімін. Сондықтан әрине маған қарап жүр көбісі үлгі ретінде, аға ретінде. Анама тезірек немере сыйлау дегенде, өйткені мен өзім де балаларды қатты жақсы көремін. Қанымен сезімін селт еткізген сырғалы таба алмай жүрген әлейді. Жаста болса, біраз қыздың көз айымына айналып үлгерген қуандық Рахым тіпті де түсінбейді. Ондай қыздар көп қой, жалпы қазақи қыздар. 24 жасқа дейін жүрдім, жүрмедім емес, бәрі қызбен жүрдім. Енді өнер адамдары көбінесе жаңағы тез ғашық болады, сосын тез кетіп қалады деген сияқты сондай ғой. Біраз қызбен жүрдік. Мен ойлаймын, өзіне көп қарату, қыздарды көп қаратуға тырысатын жігіттер өздеріне сенімсіз жігіттер деп ойлаймын. Сондықтан ол сол әр қызды қаратқан сайын өзіне бір күш қуат жинайтын сияқты, видимо деген бе. Мұңға батқанда табиғат үні, көңілімді менің аулайды. Сылдырлағаны бұлақтың суы, сенің күлкіңнен аумайды. Бұл бала расымен-ақ бикештер жайын жақсы біледі екен. Тіпті әр аймақтың аруы әр түрлі болатынын да жақсылап тұрып айтып берді. Бәрі біледі шығар, батыстың қыздар кішкене адуынды, әй-шайға қарамайтын, көбінесе тіке бетке айтатын сондай қыздар болып келеді. Бірақ негізі ол мінезді дұрыс. Оңтүстіктің қыздары енді әркімнің көңілін таба білетін, тез табатын, әңгімеге тез көшіп кететін сондай қыздар. Шоу-бизнестегі жұлдызды бойдақтар рейтингісінен ойып тұрып орын алатындардың ең жас өкілі Сағыныш сазы менен жүрекке жазы білең, құз болып ұшып келемін өзіңнен. Гүлдей көркемім, жүрегімде сенің еркінің. Қуанышым асқағаным сен, желбіреткен сезім желкенмін. Димаш Құдайбергенов, шын аты Дінмұхамед, қазақ эстрадасының алтын дауысы. Жасқанат республикалық Восточный базар, Мейкен Азия, Славянский базар халықаралық байқауларының жеңімпазы, халық сүйіктісі премиясының лауреаты. Осындай атағы жер жарған жігіттің жүрегі бос па? Сүйіктім бар ма, жоқ фоны, сіз үшін керек айтқым келмейді. Ал үйлену жағына келетін болсам, менің ойымша әрбір азамат ғашық болып тұрған кезінден бұрын ең алдымен аяғынан ұқтыру керек. Қазіргі жастар өте дамып келе жатыр ғой. Көп оқып, көп еңбек етіп, кішкене аяқтарына тұрып алып, нағыз отағасы болам деген бір шешім қабылдаған кезде сондай бір отбасын құру керек деп ойлаймын. Әнші қашан аяғынан ықтырады екен?
жасым небәрі 22-де, ал 22 жас деген былай қарап отырсаңыз, ол жасөспірім баланың жасы. Жасым 30-ға келіп, ақыл тоқтатқан кезде, 28 жасқа келгенде, бәлкім үйлене жатармын. Үйленемін ғой, бірақ та дегенмен әзір емес. Жалпы ұлым кәмелет жасқа келсе, яғни 18 жасқа келсе, менің мүмкіншілігім болса, балам соған келіссе, 18 жасында үйлендіріп тастаймын. Америкада бәлкім үлкен бір стадионды жинап, жеке кешімде сөйтіп жатсам, сол менің басты арманым. Сол кезде қасымдағы жарыма да өте қуанышты жағдай болар еді. Күллі әлемде сүйікті әнші болып жүрген азаматтың жары болған, ол дейтін нұр сенер емес пе, сол себептен сол мақсатқа жеткім келеді, ең алдымен. Өнерпаздарымыздың таудай талабына нұр жаусын дейміз әрине. Бүгін біз отандық шоу-бизнестегі басып жігіттердің жан сырын тыңдадық. Ал ендігі кезекте мансап қуалап жеке өмірді жауып қойған жұлдызды бойдақтарымыз отбасылы әріптестерінің кеңесін тыңдай отырсын. Жүрегіңіз қалады ма? Егер сіз түсініспеншілігіңіз мол болса сүйгеніңізбен, отау құрыңыздар. Өмірдің бар тәттісін бірге кешу керек деп ойлаймын. Мен ойлаймын, көп отбасын бұзатын, ол көп жандарды екі жаққа айырып жіберетін, ол жаңағы айырып жіберетін бір түрлі естіледі екен. Қыздың әке-шешесімен қарым-қатынас қарау керек. Егер қыз әке-шешесімен жақсы қарым-қатынаста, туыстарымен жақсы қарым-қатынаста болса, ертең сенің бала-шағаңмен, сенімен тура сондай қарым-қатынаста болады. Жалпы Құрай екеуміз бір-бірімізді түсінбей қалсақ, я мен оған ренжіп қалсам, ол маған өтірік болсын, шын болсын күліп кетеді. Оны үйіне сөйтіп үйретіп қойған. Бірдеме болса да ешқашан қарсы шығып, бірдемені дәлелдеп деген сияқты үйтпе. Күле сал, күлкімен бәрілген кең болсаң, кем болмайсың демекші. Артынан бірдеме қылып келістіресің деп.